Мен Жамбыл облысы, Жамбыл ауданы Антон Макаренко орта мектебінің 8 сынып білім алушысы Жомарт Жасминмін. Мен экоболашақ номинациясы бойынша табиғатты аялайық тақырыбында көгалдандыру, көркейту бойынша жұмысымды ұсынғым келеді. Қазіргі таңда дүниежүзілік техникалық прогресс пен адам әрекеті табиғаттағы тепе-теңдікті бұзып, болашақ ұрпақтың алдында ғаламдық экологиялық проблемалар тудыруда. Оны шешу үшін көгалдандыру жұмыстарын, экологиялық акциялар, аукциондар ұйымдастырған жөн. Мәселен, біздің мектепте экологиялық іс-шаралар көптеп жүргізіледі. Мен мектепте жас ұлан ұйымының мүшесімін. Ол ұйымда ауылымызды, мектеп маңын көктемде көгалдандыру жұмыстарын жүргіземіз. Мектеп үшін бөлме гүлдерін ауысым бойынша кезекті күтім жасаймыз. Мектеп маңына ағаштар, гүлдер отырғызамыз. Осылай тынымсыз еңбектеніп, 7-ші сынып оқушыларымен Гүлстан үйірмесіне қатысып, гүлдерге күтім жасадық. 7-ші сынып мектеп оқушылары бұл үйірмеге белсене қатысты. Көгалдандыру жұмыстары мен экологиялық акциялар бізге көп көмегін тигізді. Ол арқылы біз табиғатты аялауға, еңбексүйгіштікке үйрендік. Гүлстан үйірмесі арқылы біз ағаштар мен гүлдердің бізге тигізер пайдасын білдік. Бүгінгі менің мақсатым экоболашақ бағыты бойынша мектебімізді көркейтуге, көгалдандыруға қызығушылық білдірген балаларға жылыжай орнын салу. Жылыжай балаларды еңбекке баулуға, табиғатты қорғап аялауға үйретеді. Жылыжай балаларды еңбекке баулуға, табиғатты қорғап аялауға үйретеді. Жылыжай арқылы біз өсімдіктердің өсуін, дамуын көре аламыз. Жұмыстарымыз практика жүзінде оқушыларға көрініп, қызығушылықтары оянар. Қазақстан елі жылыжай жұмысы бойынша ақсап тұр. Мәселен, қазіргі таңда жұмыс істейтін жылыжайлардың ауданы Ресейде 2000 гектар, Польшада 6000 гектар, Түркияда 41 гектар, Голландияда 10 гектар, Қытайда 1,5 миллион гектар болса, Қазақстанда бар болғаны 58,6 гектар жерді құрап тұр. Қазіргі таңда әлемде жылыжайдың шынылы, пластикалық және пленкалы сияқты 3 түрі кең таралған. Олардың ішінде ең қымбаты және жиі қолданылатын шыныдан жасалған жылыжайлар. Бірақ бұл жылыжайлардың салудың қиындығы көп және олар қол еңбегін көп қажет етеді. Біздің ауылда көптеген халық кәсіп ретінде осы жылыжай арқылы жұмыс жасайды. Солардың біразын аралап, керекті мәліметтер, кеңестер алып, өзіміздің мектебімізге де бұл жылыжай біздің мектептің артында орналасса деймін. Күн түсетін жағын шишалы картонмен жауып, оң жағын күн энергиясын алатын күн батареяларын орнатсақ, онда біз жарықты да, жылуды да үнемдейміз. Осылай экологиялық табиғи өнім аламыз. Назар қойып тыңдағандарыңызға үлкен рахмет, сау болыңыздар.